66. Құрметті әріптестер, құрметті оқушылар, мұражай ол біздің тарихымыз, біздің қазақтың тарихын, мектебіміздің тарихы, сондықтан да осы мұражай ісін жаңғыртуға бәріміз бірдей атсалысайық деп шақырамын. Осындай байқаулар бірінші жыл біздің мектеп бастап жатыр. Енді ары қарай жалғасын тауып, жылда осындай байқаулар болып тұрсын. Және келесіде қатысушылар санында көп болады деген ойдамын. Келесі сөздің кезегін осы байқауымыздың Әділқазы мүшесі, нөмірі 74-ші жалпы білім беретін мектеп тәрбиесі жөніндегі орынбасары Ханзада Ажбайынаға берсін. Ханзада Ажбайына барсыз ба? Ханзада Ажбайына жоғал деймін, ол кісі шығып қалды. Қосылдым, саламатсыз ба? Жақсы, сөз кезегі өзіңізде. Микрофоныңызды қосыңыз, Ханзада апай. Саламатсыздар ма? Қосылды. Саламатсыздар ма, құрметті әріптестер? Қазылар алқасы есебінде біз бүкіл жаңағы нелерді, музейлерді көріп шықтық. Өте тамаша. Жаңағы айтқандай 68-ші мектептікі, тағы да 13-ші мектеп. Ханзада ханым, тезірек әңгімеңізді айтсаңыздаршы. Мен барлық Әділқазылар алқасының шешіміне қосыламын. Осы жаңағы орынға ие болған мектептерді жаңа бірінші, екінші, үшінші орындарға ие болған мектептерге жаңағы сеніммен өз бағамды, жаңағы 10 деген бағаларымды беремін. Жақсы, рахмет сізге. Ендігі сөз кезегін Әлихан Бөкейхан атындағы жалпы білім беретін мектеп директорысының орынбасары Бақыт Қазбекінаға берсек. Саламатсыздар ма, құрметті әріптестер? Саламатсыздар ма, құрметті жарысқа қатысушы жас өркендер? Бүгін біздің мектебімізде қалалық білім бөліміне бірлесе отырып, мектеп мұражайының тарихы атты қалалық байқау өтіп жатыр. Оның сіздер өздеріңіз куә болып отырсыздар. Енді осы істі ұйымдастыру барысында Әлихан Бөкейхан мектебінің тарих пәнінің мұғалімдері, бүгінгі осында қатысып отырған біздің Әділқазылар алқасы көп жұмыс атқарды. Бар мектептің видеоларын көріп, әрқайсыңызға жеке бағасын әділ беруге тырысты. Әсіресе Назерке Жартын, Майра Абдрахманова, осы кісілер бізге көп көмектер көрсетті. Осы Әділқазылар алқасына айтар алғысымыз шексіз. Біздің мектеп биыл бірінші жыл өткізіп отыр осы жарысты. Болашақта осындай жарыстар ұйымдастырған кезде бүгінгі айтылып жатқан тілектерді, ақыл кеңестерді тыңдап, бұдан да жақсы ұйымдастырамыз деген ойдамыз.
Барлығыңызға сәттілік, алған орындарыңыз құтты болсын. Көп рахмет, Бақтықазбеківна. Мартбек Әркенш. Мартбекке де мен бір-екі ауыз сөз қосып кетейін бе? Айтыңыз, Майыр Төлебековна. Қайырлы күн. Мына жерде неден тойдан жаңа келіп қосылып жатқан азаматтар бар екен. Әрине ол үлкен кісілерге түйірме деп айтамын. Негізінде бар ғой, мынау ұстаздар қауымы, сіздер сөйлеген сөздеріңізге өте ықшам болуларыңыз керек, сіздер үлгі болуларыңыз керек. Енді кімге айтылғанын түсініп отқан шығарсыздар. Мына жерде мен өте бір алғысымды айтқым келіп отырған бір азамат бар, Жарқын Назерке ханым, сізге рахмет. Назерке ханым, оралыңызшы. Сізге көп рахмет, көптеген мәліметтер беріп өттіңіздер, бірақ менің сіздің осы әңгімеңізді айтқаныңыз, жаңағы ескертпелеріңізді айтқан кезде мынандай ой келді маған. Музей Теміртауда не болмаса Жезқазған өңірінде тұрған жоқ. Сондықтан осы 80-нен аса қаланың мектептерінің жаңағы музей жетекшілерімен сіздер жұмыс жасасаңыздар, бір ең не болмаса сол музейдің, сіздердің мұражайларыңыздың қасында бір жаңағы үйірме сондай ашуға болады ғой. Сол кезде сіздерге де келетін азаматтардың, оқушылардың саны көбейеді. Келесі жылы мына білім бөлімінің осы жерде маманы отырса, құлақтарыңыз алтын сырға, осы мынау мұражай музей жайындағы байқауды бірге өткізуге болады. Осы музеймен. Сонда бұның жаңа кескінді келбетті өте келіп тұратын еді, жаңағында ескертпе алынбайтын еді. Тағы да бір қоса кетейін деген Назерке ханым, егер сізге ауыр болмайтын болса, жаңаға айтқан неңіз бар ғой, әдістемеңіз қалай өту керек, қалай не қылатын, соның жазба түрінде жіберіп, не болмаса менің адресіме жіберіңіз, не 76-шы мектептің адресіне жіберіңіз. Сосын бүкіл мектептерге, Қарағанды қаласының қана емес, осы аймағымыздың бүкіл мектептеріне сол әдістемені жіберейік. Музейде жаңағы экскурсия жасаған қалай болады, қалай оны ұйымдастыру керек, егер сіздер жіберсеңіздер, біз соны таратайық. Енді осы алпыс талқындаған заманда көптеген музейлерде болдық. Маған ең дүниеде осы сондай өзіме өте ұнаған музей, ашық аспан астындағысы бар, одан қалды жаңағы ғимараттың ішіндегісі бар, мынау Абай ауылындағы музейлер. Мен осы оны білесіздер, әрбір жері тарих, әрбір жерде жаңағы Абайдың, одан қалды оның әулетінің аяғы тиген жер, одан қалды ол әулеттің қасында жүрген тұлғалардың аяғы тиген жер. Ал бізде мынау Ақтоғай жерінде алаш арыстар, екі алаш арысы шыққан өз жерден, тағы да керемет тұлғалар шыққан. Сөз ол Ақтоғай ауданында неге сондай ашық аспан музейін жасамасқа, үлкен бір комплекс қып. Және де мынау Ұлытау несі бар, өңірі бар. Өз жерде де әрбір квадраттық несі шаршы метрі тарих тұнып тұрған. Неге аспан асты сондай мұражайлар жасамасқа? Бұны мен неге сіздерге салмақ салғалы отырған жоқпын. Бізде ортамызда балалардан тарихқа деген сондай несі махаббаты болатын болса, соған зерттеушілігі болатын болса, тарихшылардың басын қосып алып, біз облыс әкіміне не болмаса, мәдениет министрлігіне шығып, осындай біздің қажетіміз бар деп айтар болатын едік. Негізінде бүкіл іс-шара, бүкіл қажеттілік, кереметтік құндылықтарды егер аламыз десек, ол астынан көтерілу керек. Осындай адамдардың қажеттілігінен. Мен ыңғай мына 2 рет бардым Абай ауылына, Абайдың жеріне, Семейге. Сонда ыңғай бармағым шайнап келемін. Олардың мынау жаңағы экскурсовод дейді ғой, гидтер дейді ғой, олардың барлығы сол Абайдың, не болмаса сол айтайын деп тұрған бір әулеттің отбасының әңгімесі болатын болса, соның ұрпағы ол мақтан айтады, оны түсініп айтады. Сондай біздің жақта да Ақтоғайда да жаңағы керемет өткен азаматтардың ұрпақтары бар, сондай сүйкімділікпен айтар еді. Мынау Ұлытау
өміріңді ненің қазақ деген не кіндіктің барлығына керемет қасиетті ұлттау өмірінің тарихында сөйтіп беріп отырсақ, сонда туризм негізінде дамитын еді. Туризмнің ең басты құралының бірі осы музей ғой. Сондықтан музейлеріміз арта берсін. Мен осы неге байқауға қатысқан 20-дан аса мектепке өте алғысымды айтамын. Тарихқа балаларыңызды неге мойнын бұрып отырсаңыздар, бала кішкене ұғымтал болып келеді. Әр нәрсенің тарихқа кішкене қадір қасиеті сондай тереңдеп келеді. Барлықтарыңыздың келесі жылғы осы байқауға бет алатын азаматтарға негізінде сәттілік тілеймін. Қазірден бастап ізденісті бастау керек. Мынау Назерке ханым, бізге кішкене көмек берсеңіздер білім саласына. Барлықтарыңызге рахмет. Көзмайларыңызды тауысып осы жаңағы өздеріңіздің презентацияларыңызды жасадыңыздар, жұмыстарыңызды жасадыңыздар. Сәттілік тілеймін. Көп рахмет. Мен бір ауыз сөз қоса кетсем, рұқсат болса, уақыттарыңызда тығыз шығар, алмайын көп. Жалпы біз осы пандемияға дейін бір жылдары не істеген болатынбыз, осы музейдің енді құрылып келе жатты ғой мектептердің қасындағы. Бізге жаңағы көмек сұрап, ақыл кеңес сұраған мектептер көп болды да, сол музейдің заведующийларына, жоқ әлде ұйымдастырушыларына арналған 2-3 күндік семинар өткізбек болғанбыз. Жалпы дайындалып, март айында наурыздан кейін өткіземіз дегенбіз, бірақ та как раз ол наурыз айында барлығымыз карантинге жабылып қалдық та, бұл іс-шара өзінің жаңағы жүзеге аспаған болатын. Ендеше мен бүгін осы мәселені басшылыққа көтеріп қайтадан шығайын. Мүмкіндік болса, биыл тағы да наурыз айында, наурыз мерекесінен кейін қайтадан осы 3 күндік семинарды жалғастырайық, өткізейік деп жеткізейін міндетті түрде. Егер біздің жаңағы мәдениет басқармасы барлығы құп көріп, оны қолдап жатса, ендеше сіздерге айтатын болады. Білім бөлімі арқылы жеткізетін шығар бұл жаңағы семинарларды. Міндетті түрде қатысыңыздар. Бізде 2 тілде өтеді, қазақ және орыс тілінде. Кейін сертификаттар тапсырылатын болады. Назерке ханым, қол ұзын, тілі ұзын апайың ретінде менің телефонымды алып аларсыз. Содан кейін егер музейдің тарапынан, не болмаса облыстық мәдениет басқармасынан, не болмаса білім саласынан осыған әрі қарай итеріңкіреп, немқұрайлық танытатын болатын болса, маған шығасыз, мен сізге көмектесемін. Мен бұны сіз жаңа не қылмай-ақ Еркебұланға саламын, және де кім Абдыкеровке айтамын, Қожахметоваға да айтамын. Бұл дұрыс нәрсе. Және де бұл Қарағанды қаласының мектептерінің музейлерінің жетекшілері емес, бүкіл аймаққа керек. Өйткені мұндай байқаудың республика деңгейінде болуы да мүмкін. Сондықтан ертең балаларымыз республика деңгейінде сырылып қалмау үшін алдын алып отыруымыз керек деп ойлаймын. Көп рахмет. Көп рахмет сіздерге. Ақыл кеңестеріңіз үшін бізге жасап атқан әрбір сіздердің замечательно ескереміз. Кешіресіздер, құрметті әріптестер, мен сіздерден кешірім сұраймын. Жаңағы кішкене мына жерде не дейді, жұмыс барысында кішкене сіздерді естіңкіремей қалдым. Сол себепті түсініксіз сөйлеп қойғаным үшін кешірім сұраймын. Маған барлық жаңағы музейде, мен негіз 76-шы мектепке барып, Орынкөл мұғалімменен бірге отырып, жаңағы бүкіл жұмысты қарадық, ол жұмысты бірге ақылдастық, сосын жаңағы бүкіл музейдегі жұмыстарды көрдік. Үлкен рахмет сіздерге, барлық мектепке үлкен алғысымды білдіремін. Мына балаларға рухани тәрбие беріп, тарихымызды жаңғыртып, балалардың жаңағы есінде қалатындай жағдай жаңа видеоларда көріп отырмыз. Бүкіл Әділ қазылар алқасына сіздерге де үлкен алғысымызды білдіреміз. Егер де енді біздер әйтеуір сіздердің арталарыңыздан өсіп келе жатқан ұрпақпыз ғой, сіздердің жолдарыңызды берсін. Келешекте де біздің өз мектебімізде де сондай бір үлкен музей ашсақ деген ниеттеніп отырмыз. Осы музейді көріп, бізде өзімізге кішігірім шағын жаңағы ойлар туындап отырды. Барлықтарыңызға үлкен рахмет, тағы да кешірім сұраймын.
осындай үлкен жарыстарымыз, байқауларымыз, сайыстарымыз өте берсін. Жаңағыдай облыстық деңгейде, республикалық деңгейде өтуге барлығымызға бұйырсын. Көп рахмет, Ханзада Байына. Бүгінгі іс-шарамыз соңына жақындады. Барлық қатысушыларға, әділ қазыларға, ұстаздар мен оқушыларға барлықтарыңызға сәттілік, заман жұртымыз тыныш болсын. Микрофондарыңызды өшірсеңіздер. Құрметті байқауға қатысушылар, құрметті әділ қазылар, сіздерге мың алғыс. Әлихан мектебін қолдап, білім бөлімін қолдап, әділ шешім шығардыңыздар. Болашағымыз жарқын болсын. Қазір бізде сіздерге музыкалық сәлеміміз бар, бұрынғы ұзақ-ұзақтан. Соны қабыл алыңыздар. Біздің жас әнші Ашылжанның орындауында рухтастардың әні бұл деген бір әдемі әнді сіздерге жолдаймыз. Қабыл алыңыздар. Құрметті жетекшілер, жаңағы марапаттау жайында маған мына жақта WhatsApp-тан келіп жатыр группаға. Біз қалалық білім бөліміне осы тағайындалған орындар бойынша дипломдар мен алғыс хаттарды жібердік. Ол жақта да білесіздер, жұмыстары қауырт, қол тимей жатқан бұл, қол қойылмады. Қол қойылған беттен мен сіздерге қаласаңыздар сканерлап жіберейін, болмасаңыздар өздеріңіз бізден келіп мектепке тәрбие бөлімінен алып кетесіздер. 1-2 күннің шамасында. Енді марапаттарыңыз бәріңіз құтты болсын. Барлықтарыңыздың аттарыңыз жазылған, марапат қағаздарыңызды бізден аласыздар. Менен хабар күтесіздер. Рахмет. Көп рахмет сіздерге. Қазақпын сүйемін әр қазақты, бір ана мен әкеден туылғандай. Жүзің қандай дейсің бе, жүзің қандай? Жүзімді айтсам жүзіңіз бұзылғандай. Мен қазақпын, сағынам әр қазақты, бір әулеттен түлеген құзылдардай. Мен қазақпын, сағынам әр қазақты, бір әулеттен түлеген құзылдардай. Қандай жүзсің, қандай русың, бәрібір қазақсың ғой, ең әуелі қаны бір. Азатсың ғой, арайланған таңы нұр, озатсың ғой, жайнап тұрған бағы гүл. Бөлінбейтін, желінбейтін бірге, рулас емес рухтастардың әні бұл. Жерің қайдан дейсің бе, жершілдікте, жер қорғаған бабам бар, өршіл рухпен. Барсаң дағы қайғала ауылыңа, қарсы алдыңда қашанда енші күткен. Татулықты ту еткен бабам бұрын, бірлігіңді бұзбасын балаң бүгін. Қазақ көрсең руын емес, жүзін емес, алдыменен сұралың амандығын. Қазақ көрсең руын емес, жүзін емес, алдыменен сұралың амандығын. Қандай жүзсің, қандай русың, бәрібір қазақсың ғой, ең әуелі қаны бір. Азатсың ғой, арайланған таңы нұр, озатсың ғой, жайнап тұрған бағы гүл. Бөлінбейтін, желінбейтін бірге, рулас емес рухтастардың әні бұл.
азатсың ғой арайланған таңы нұр озатсың ғой жайнап тұрған бағы гүл бөлінбейтін шерінбейтін бірге рулас емес рухтастардың әні бұл қандай жүзсің қандай русың бәрібір қазақсың ғой ең әуелі қаны бір азатсың ғой арайланған таңы нұр озатсың ғой жайнап тұрған бағы гүл бөлінбейтін шерінбейтін бірге рулас емес рухтастардың әні бұл Көп рахмет. Келесі күндері, жақсы күндерде жолыққанша хош сау болыңыздар. Барлықтарыңызға сау болыңыздар. Сәттілік тілейміз.